Рухани жаңғыру бағдарламасына 4 жыл. Бағдарламаның барлық бағыттары сана мен ойлаудың жаңа моделін қалыптастыруға байланысты мәселелерді қозғайды. Бұл мәдениетімізді, тарихи тәжірибеміз бен дәстүрімізді сақтау ғана емес, сонымен бірге ұлттық мәдени түп негізімізге сүйену. Бүгін бағдарламаның 4 жылдығына арналған семинарға Рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің арнайы жобалар бөлімінің, Солтүстік Қазақстан музей бірлестігінің, Қостанай облыстық тарихи-өлкетану музейінің, Қарағанды тарихи-өлкетану музейінің өкілдері, сондай-ақ Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі мен филиалдарының қызметкерлері қатысады. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру аясында Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі мен оның филиалдарында үлкен жұмыстар атқарылды. Ауқымды жобалар іске асырылды. Алғашқы жобалардың бірі Бурабай ауданының визит карточкасы, туристердің сүйікті орнына айналған Ботай-Бурабай ашық аспан астындағы археологиялық этнографиялық музейі болып табылады. Ғылыми қызметкерлер мен облыстық музей мен филиалдардың реэкспозициясы бойынша үлкен жұмыстар жүргізілді. Ақмола облысының аудандарында орналасқан Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің 7 филиалында жаңғырту жүргізілуде. Материалдық техникалық база нығайтылуда. Заманауи тарихи үдерістер контекстінде экспозициялар жаңартылуда. 2018 жылы тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихын, оның жетістіктерін және табысты Қазақстанды құрудағы тұңғыш президенттің ауқымды тарихи рөлін көрсететін елбасы және тәуелсіздік заманауи тарих залы ашылды. Ақмола облысы әкімдігінің қолдауымен Бурабай тарихи-өлкетану музейінің жаңа экспозициясы ашылды. Қазақ Алтын Технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен мемлекеттік жеке меншік серіктестік аясында Степногор тарихи-өлкетану музейінде жаңа экспозициялық залдардың ашылуы мен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Атбасар тарихи-өлкетану музейінде ішінара реэкспозиция жүргізілді. Онда Ақмола облысындағы Алаш партиясының қалыптасу тарихын көрсететін зал ұсынылды. Және бұл кездейсоқ емес. Алаш партиясының бірінші комитеті Атбасар қаласында құрылған болатын. 2019 жылы облыстық музейде кезекті ауқымды реэкспозиция жүргізілді. Онда жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып салынған экспозициялық залдарда өлкенің көне заманнан қазіргі заманға дейінгі тарихының барлық кезеңдері көрініс табады. Жәдігерлердің дәстүрлі көрсетілімі, витриналар, диорамалар, инсталляциялармен қатар келушілерге ыңғайлы болу үшін мониторлар, сенсорлық дүңгіршектер, сондай-ақ музейде алғаш рет QR-кодтар орнатылды. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінде мазмұны жағынан қызықты инновациялық білім беру, тарихи жобалар жүзеге асырылуда. Алғаш рет 2018 жылы Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері Ақан серінің 175 жылдығына мәңгілік әуені іс-шарасын этнодей жаңа форматында және есіл бастау көзінен тармақтарына дейін жобасының басталуын экодей форматында өткізді. Оған Қазақстан қауымдастықтары мен кәсіпорындарының табиғат экологиялық одағының президенті Мэлс Елеусізов, сондай-ақ басқа да белгілі ғалымдар мен журналистер қатысты. Сонымен қатар күміс сиқыры экспозициялық көрме жобасының қорытындысы жасалды. Облыстық музейдің Week of History мәдени білім беру жобасы да үлкен танымалдылыққа ие болды. Туған жер бағыты аясында есіл, бастау көзінен тармақтарына дейін ғылыми зерттеу жобасының кезеңдері жүзеге асырылды. Яғни есіл өзеніне кешенді зерттеу жүргізу және өңірдің ландшафтындағы өзеннің рөлін айқындайтын негізгі сипаттамаларын анықтау мақсатында Астрахан және Жақсы аудандарына кешенді тарихи этнографиялық экспедициялар өткізілді. 2019 жылы Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі экспозициялық көрме жобасы ғасырлар аманаты жылжымалы тарихи этнографиялық көрмесіне бастама берді. Бұл жоба мемлекеттік музейлері жоқ Ақмола облысының тұрғындарына Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында сақталған қазақ халқының материалдық және рухани мәдениетінің құнды артефактілері мен жәдігерлерімен танысуға мүмкіндік берді.
Көрме Ақмола облысының 10 ауданында қойылды және оған 10 мыңнан астам келушілер келді. Көрмемен Солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары да танысты. 2020 жылы Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейі Ақмола облысы әкімдігінің қолдауымен Қазақ хандығының негізін қалаушыларының бірі Жәнібек ханның кесенесін зерттеу, ғылыми зерттеу жобасына бастама берді. Аталмыш жоба туралы біздің археолог Жаслан Кәрімұлы Үкеев толығырақ айтып беретін болады. 2020 жыл біздің музей үшін ерекше жыл болды. Музей өзінің 100 жылдығын атап өтті. Zoom платформасында 23-24 шілде аралығында Қазақстан мен Ресейдің белгілі ғалымдары, тарихшылары мен музей қызметкерлерінің қатысуымен «Музей тарихы. Біздің жадымыздың тарихы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясы өтті. Облыстық музейдің бастамасымен үздік экскурсовод 2020 облыстық онлайн байқауы есте қаларлықтай жарқын өтті. Осындай байқаулар дәстүрге айналуы мүмкін. Өйткені қатысушылар үшін бұл өздерінің кәсіби деңгейін арттыруға тамаша мүмкіндік. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырған Рухани қазына 2020 республикалық байқауындағы облыстық маңызы бар үздік мемлекеттік музей номинациясындағы жеңісіміз музейдің ғасырлық қызметінің қорытындысы және мерейтойға арналған үлкен сый болды. Көп жұмыстар атқарылды. Жалпы 4 жыл ішінде нақты нәтижелерге қол жеткізілді және болашаққа нақты жоспарлар бар. Онлайн және офлайн режимінде семинарлар, дәрістер, музей сабақтары өткізілетін болады. Алдағы уақытта бұдан да ауқымды жұмыстар атқаратынымызға сенімдіміз.